Академиялық кітапханада Шаңырақ балалар орталығы ашылды. Мен бүгін өздеріңді сол кітапханаға саяхатқа шақырамын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме балалар? Қош келіпсіздер біздің кітапханамызға, кіріңіздер. Кірген бетте балалар бізде оң жақ сөреде қазақ ертегілеріне арналған кітаптар тұр. Соның ішінде барлығын білесіңдер ғой, Алдар Көсен, яғни Алдар Көсеге арналған арнайы ертегі кітабымыз бар. Бұл ұлттық кітапхананың Шаңырақ балалар оқу залы. Бұл жерде оқушылар кітап оқумен бірге үйірме жұмыстарын орындап, кездесулерге қатысып, үй тапсырмаларын да орындай алады. Оқу залы 3 бөліктен тұрады. Біріншісі шығармашылық бөлімі. Онда балақайлар сурет салып, әндер шырқайды. Балалар, бұл жерде біз тек қана кітап оқымаймыз, яғни ермек сазбен жұмыс жасаймыз, пазлдарды құрастырамыз. Сонымен қатар алдымызда жатқан оригамимен, яғни жұмыс жасап, өзіміздің қалаған, көрген табиғаттағы табиғат, жан-жануарлар, соларды қолымызбен жасаймыз. Яғни маған мысалға мысықты жасағанын айт, немесе құстарды жасағанын айт балалар. Сондықтан әркім өзіне ұнаған, қалаған үй жануарларын жасайды. Сонымен қатар фазловый ойындар бар бізде, соларды құрастырамыз. Балалар, сонымен қатар ермек сазбен жұмыс дегенде, қыз балалар көбінесе мамаларына көмектесетінін, мамаларынан көргендігін көрсетіп, яғни үй жиһаздарын, үйде істейтін мамаларының жұмыстарын ермек сазбен жұмыс жасайды. Екіншісі демалыс бөлімі. Онда достарымыз жаттығулар жасап, пайдалы іспен айналысады. Ал үшінші бөлім ақпарат. Мұнда кез келген ақпаратты жылдам әрі толықтай меңгеруге болады. Оқу залындағы мамандар оқушылармен арнайы бағдарлама бойынша жұмыс істеуде. Жаңадан ашылған кітапханаға 3 пен 12 жас аралығындағы балалар көптеп келуде. Оқу залын іші сондай әдемі, құдды бір ертегілер әлеміндегідей. Мен енді бұл жерге жиі келіп тұрамын және достарыммен бірге келемін.